Жүректері пәк тазалар бақытты. Олар Құдайды көретін болады. Матай жазған хабар 5 тарау 8 аят. Қалай болған күнде де біз жүрегіміздің таза болуын ұмытпауымыз қажет. Сондай-ақ киелі рух арқылы Құдайдың сөзімен іштей тазалануымыз керек. Сонда өзімізді Құдайға толық тапсырудың және оған бойсынудың арқасында сырттайда таза боламыз. Бейімділіктер мен ақыл парасаттың арасында тығыз байланыс бар екенін атап өтейік. Егер зұлымдықты жақсы көрсек, онда ненің жақсы екенін түсінуге мүлде қабілетсіз боламыз. Рухымен киелі Құдайды көрген адам қалай ғана жауыздық әрекеттер мен әдепсіз істерді жақсы көрмек. Құдайды жерде жүріп көру неткен артықшылық. Оның жер бетін нұрландыруы біз үшін қазірдің өзінде ақ аспан болмақ. Жүрегі тазалар Иса Мәсіхте әкені көреді. Біз Иса Мәсіхте Құдайдың өзін көреміз. Оның адалдығы да, сүйіспеншілігі де, нұры да, билігі де, келісімі де бізбен бірге. Бірақ біз мұның бәрін жүрегімізден күнәні қаншалықты алшақтатсақ, соншалықты мөлшерде ғана қол жеткізе аламыз. Тек Құдайды қастерлеуге ұмтылған адам ғана, менің назарым әр қашанда Құдайда деп шаттана айта алады. Ал Құдайдың қайраткерлерінің тілегі мынадай: маған өз салтанатыңды көрсетші. Біз үшін бұл тілек барлық әділетсіздіктерімізден толық тазарғанда ғана орындалмақ. Оның шынымен қандай екенін көреміз. Оған осындай үміт артқан әркім Мәсіхтің кіршіксіз таза болғанындай күнәдан арылып тазарады. Тәңір иемізбен қазіргі қарым-қатынастың ләззаты мен болашақта оның шынымен сондай тамаша екенін көреміз деген керемет үміт өміріміз бен жүрегіміздің тазалығына ұмтылуға түрткі болады. Құдайым, өзіңді көре алуымыз үшін жүрегімізді тазалашы.